Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде оқырманмен кездесу айдарында сұхбаттасатын Фараб кітапханасының әдіскері Жанар Қонайқызы. Сәлеметсіз бе, қош келдіңіз. Саламатсыз ба, үлкен рахмет. Осы бізге кітапхана жайлы, осы кітап әлеміне қалай келдіңіз, осы жайлы атап өтсеңіз, және өзіңіз оқырман ретінде қандай кітаптарға қызығасыз, не болмаса қандай кітаптарды басқа оқырмандарға ұсынасыз, сол жайлы айта кетсеңіз. Жалпы сіздерге үлкен рахмет. Енді мен кітапхана саласында қазіргі таңда 3-ші жылға аяқ басып жатырмын. 3 жылдың көлеміндей болып қалды осы кітапханаға жұмысқа тұрғаныма. Мен өте қатты қуанамын, өйткені мәдениет ордасына, руханият ордасына осылай келіп жұмыс жасап жатқаныма, өзімнің ең алғашқы диплом алғаннан кейінгі ең алғашқы жұмысымды осы кітапхана саласынан бастадым. Кітапхана мені қай жаққа қарай өзгерте алды, ең бірінші сол нәрседен бастайыншы. Кітапхана бұл үлкен мүмкіндіктердің ордасы деп айтсам болады, қателеспеймін. Өйткені бұл жерде жүріп сөз мәдениетінің, сахна мәдениетінің, адамдармен қалай сөйлесу керек, қалай ол кісілермен қарым-қатынас құру керек, соның барлығын осы жерде мен үйреніп жатырмын, әлі де үйренерім көп. Мен білуімше осы кітапханада көптеген іс-шаралар жүріп жатады. Осы болып жатқан іс-шаралар осы кітапханаға қаншалықты байланысты, яғни біздің осы жерге келіп жатқан оқырмандарға қаншалықты пайдасы бар, сол жайлы айта кетсеңіз. Жалпы сұрағыңыз өте орынды. Кітапханада бізде қазір іс-шаралар, көптеген жобалар жүзеге асып жатыр. Ол енді облыстық деңгейде, біз енді Түркістан облысы болғандықтан, біз облыс орталығы болғандықтан бізге 17 аудан қарайды, ал сол 17 ауданда 399 кітапхана қазіргі таңда жұмыс жасайды. Ауылдық, аудандық кітапханалар. Біз солардың барлығымен жұмыс жасаймыз. Енді жалпы біздің кітапханашы ретінде біздің мақсатымыз ол біздің кітапханамызға оқырмандар тарту. Қазіргі енді кітапханада оқырмандарымыздың көбейіп жатуы, ол белгілі бір біздердің жұмысымыздың, осы іс-шарамыздың, жобаларымыздың нәтижесінде деп ойлаймын. Соның арқасында қазір оқырмандар біздің Фараб кітапханасы осы Түркістан қаласына, Түркістан облысына танымал болып, оқырмандарды көптеп тартуда. Енді іс-шаралардың барлығы бұл бізде белгілі бір ақын жазушыларға байланысты, және де кітаптың тұсаукесерлеріне байланысты, және де осы өзіміздің Қазақстандағы ұлттық мейрамдарды тойлаймыз. Сол бағытта жүріп жатады. Оның негізгісі, енді біз сол іс-шараларымыздың барлығында кітапты дәріптейміз. Оқырмандарды кітапханаға шақырамыз. Негізгі біздің іс-шара ұйымдастырудағы басты мақсатымыз сол. Жалпы қазіргі таңда көркем әдеби кітаптардан гөрі мотивациялық, жаңағы тайм менеджмент секілді кітаптар қазір танымал болып жатыр ғой. Сіздің ойыңызша осы байырдан келе жатқан көркем әдеби кітаптардың орнын осы мотивациялық кітаптар басып кетпей ме? Қалай ойлайсыз? Негізі насыраға ауырлау екенші. Олай деуге де негізі себеп бар. Өйткені қазір жастардың көбісі көркем әдебиеттен көрі сіз айтқан жанрдағы кітаптарды оқуға құштар. Сұраныста көп, қазір сол кітаптар негізі көп сұраныста бізде. Бірақ енді жаңылде де айтып кеттім ғой, енді соны тағы да бір айтқым келеді. Ол деген мүлдем ол біздің көркем әдебиетке деген сұраныс тоқтап қалды деген сөз емес. Біз енді осы жерде айта кеткім келеді, біз кітапханамызда арнайы оқушыларға арналған және де студенттерге арналған біздің өзіміздің жобамыз бар. Енді бір ел бір кітап акциясында жылда бізде осы республика бойынша өзіміздің ақын жазушыларымыздың шығармалары бір жыл бойы насихатталып жатады. Енді биыл бізде Бердібек Соқпақбаевтың шығармалары алынды. Яғни бір жыл бойы сол кісінің шығармаларын насихатталып, осы Қазақстан бойынша сол кісінің шығармаларын оқытуға ары қарай жұмыс жүргізіледі негізінде. Бізде де сол нәрсені жылдың басынан бастап қолға алып жатырмыз. Сіздермен бірге болған мен Құдайберген Дінмұхаммед, арнайы оқырман үшін